Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қиярдың пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін. Кез келген салаттың дәмін келтіріп тамаққа қосуға да болады. Құр жеуге де ыңғайлы. Мамандардың айтуынша, қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатын көрінеді. Ендеше мамандардың айтып жүрген кеңестеріне қиярды күнде жеудің 5 пайдасын тоқталайық. Бірінші пайдасы ағзаға ылғал береді. Адам ағзасын судың аса қажет екенін айтпасақ да түсінікті. Әсіресе күн ыстық күндері ағза қатты шөлдейді. Ол қиярдың өзі 97% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп ағзаға ылғалды еркін толтыруға болады. Оның үстіне қиярдағы микроэлементтер тері мен бет әлпетке ылғал мен нәр береді. Қатерлі ісіктің алдын алады. Қиярдың құрамында лигнан мен полифенол сынды заттар қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергі келтіретін антиоксиданттың қасиеті бар заттар. Әсіресе әйел адамда болатын қатерлі ісіктердің алдын алады. Сүйекті берік етеді. Қияр К дәруменіне мол. Бұл витамин кальций ағзасының сіңуіне көмектеседі. Содан сүйек берік болмақ, сыну, шытынаудан аман болады. К дәрумені тағы бір жақсы қасиеті қарт адамның миына жағымды әсер береді. Әсіресе мидың белсенді болуына көмектеседі. Қияр ішекті тазалап жұмысын жақсартуға көмектеседі. Етті қорытуға пайдалы деген сөз. Күйзелісті жоқ қылады. Қияр В тобындағы дәрумендердің нағыз қоры. Бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына пайдалы. Психиканы дұрысталып, ой белсенділігін жақсартады.